Сабағыма қош келдіңіздер. Жалпы трейдинг саласымен менімен бірге жолға шықтыңыз. Құттықтаймын, сәт сапар. Трейдингте табысыңыз мол, профиттеріңіз көп, стоптарыңыз аз, мықты трейдер болуға сізге шын жүректен тілектеспін. Бүгінгі сабағымыз бізде ол ең бірінші жалпы трейдингті бастамас бұрын біз инвестиция деген дүниені түсініп алуымыз керек. Сол инвестицияны дұрыс түсініп, оның қанша түрге бөлінетінін және біздің именно трейдингіміз ол қай салаға жататынын анықтап алған кезде сіздің көзіңіз ашылып, нақты не істеп жүргеніңізді, ол не деген секілді өзіңізде бір қызығушылық пайда болып, сол қызығушылықтың артында сізге үлкен табысқа алып келетін жол ашылады. Сондықтан ең бірінші мен сіздерге айтатыным, жалпы инвестиция дегеніміз не? Осы нәрсені нақтылап сіздерге қарапайым қазақ тілінде түсіндіргеннен кейін барып, ары қарай трейдингтің не екенін, түрлі стратегиялар, анализдер, риск менеджмент деген секілді сабақтарға өтетін боламыз. Инвестиция дегеніміз не? Мысалы, біз доллармен ақша жинауды білеміз, алтын алып қойып, оның өсетінін білеміз деген сияқты. Бірақ қарайсақ, өмірімізде біздің әртүрлі инвестиция түрлері бар екен. Біз оны кейде байқамай да жатамыз, что ол инвестиция екен. Сондықтан да бүгін жілігін шағып тұрып түсіндіретін боламын. Инвестиция дегеніміз не? Инвестиция пайда алу мақсатындағы қолымыздағы бар ақшамыз немесе капиталымыз, қандай да бір белгілі бір өсімге салуды айтамыз. Мысалы, ақшаны үйде жинап қойғанға қарағанда, дальше ары қарай ол ақшаны табыс алып келетін жерлерге жұмсағанымыз дұрыс. Енді мысалы, салыстырмалы түрде алатын болсақ, алдыңғы жылдарда біздің долларды біз білеміз, что доллармен алып қойсақ, доллардың жыл сайын өсім беріп жатқанын, доллардың өсу арқылы біздің ақшамыздың көбейіп жатқанын, қарапайым ғана бұл каждый адамның қолынан келетін инвестицияның түрі. Мысалы, сіз былтырғы жылда $1000 алып қоятын болсаңыз, 469 теңгеден, $1 алып қоятын болсаңыз, биылғы жылда 545, яғни қанша есе өсіп тұр? 80, былайша айтқанда 80 теңгеге өсім беріп тұр. Сондықтан сіздің $1000 биылғы жылда 80%-ге, яғни 80 теңгеге өсім беріп, сіздің табысыңыз ары қарай көбейетін еді. Сол секілді бұл инвестицияның жай ғана бір түрі. Негізінде инвестиция екіге бөлінеді, ол нақтылық және қаржылық деп. Мысалы, мен сіздерге осыны жақсылап түсіндіріп берейін. Нақтылық инвестиция дегеніміз ол көзімізге көрінетін өнеркәсіптер мен орталықтар жатады. Нақтылық инвестиция дегеніміз шаруашылық субъектісінде белгілі бір материалдық, өндірістік қорлардың, яғни активтердің өсуіне, дамуына жұмсалуы үшін салынатын салымдар болып табылады. Енді осы жерде қараңыз. Мысалы, сіз котлованнан 2 бөлмелі пәтер сатып алдыңыз. Әлі ол үй тұрғызылған жоқ. Әлі ол үй кілті де іштеңкесі дайын емес. Сіз бардыңыз, яғни фундаменттен ол үйді сатып алдыңыз. 2 бөлмелі негізгі үйіңізді сіз, например, 12-13 миллионға алдыңыз. Оны 1 жыл күтіп, 1-1,5 жыл күтіп, ол үй тұрғызылып, көп қабатты үйлер, дайын болғаннан кейін сіз оның кілтін аласыз, одан ремонтын жасайсыз, оны сіз примерно 30 миллионға сатасыз. Кезінде 12 миллионға алған үйіңізді сіз 30 миллионға сатасыз. Сіз ішіне 8 миллионға ремонт жасауыңыз мүмкін, 1,5 жыл уақытыңыз кетуі мүмкін, но бірақ сізде 2 жылдың ішінде сіз 10 миллион сол үйден табыс көріп тұрсыз. Ол да бір нақты көзбен көретін, қолмен ұстайтын инвестицияның бір түрі. Және екінші, мысалы, шаруашылық субъектісі дегеніміз, мысалы, сіздің оң қойыңыз бар делік, сіз үкіметтен субсидия алып, сол қойды көбейту мақсатында қаражат алып, инвестиция алып, сол қойды мысалы 100 басқа, 200 басқа көбейтемін десеңіз, оған тоже уақыт кетеді. Мысалы, қаншама жем шөбі, уақыты деген сияқты, 6 ай оны тудыруыңыз, мал дәрігеріне алып баруыңыз деген сияқты орта жолда шығындар кетеді.
но бірақ сіз бір жылдың ішінде сіздің жаңағы алған қойларыңыз 200 басқа көбейетін болса, мысалы 100 басыңыз 200 басқа көбейтетін болса, ол өте мықты инвестицияның түріне жатады. Также егін шаруашылығы бар, иә. Егін шаруашылығы бар. Ол жерде сіздің мысалы жүгері егуіңіз, бидай егуіңіз, мысалы күріш егуіңіз, оның барлығы негізгі инвестицияға жатады. Бірақ қараңыз, риск бар ма ол жерде? Иә, бар. Мысалы сіздің егініңіз шықпай қалуы, қойларыңыздың көбеймей қалуы, котлованнан алған үйіңіздің өзіңіздің көңіліңізден шықпай қалуы, немесе оның ұзақ жылдар бойы салынып 5 жылға дейін созылып күтіп қалуыңыз, иә, оның барлығы негізгі риск. Мысалы сіз егін ектіңіз, сіз ойладыңыз, например, бәленбай тонна егінді алам деп. Бірақ сол жылдар құрғақшылық заман болып, егініңіз дұрыс шықпай, немесе бір құрттар түсіп, егініңізді жеп кетіп, мал түсіп, жаңағы егініңізді таптап кететін болса, ол жерде де үлкен риск бар. Яғни сіздің қалаған өзіңіздің ойлаған жаңағы мақсатыңызға жете алмауыңыз, ол да риск болып табылады. Нақтылық инвестиция дегеніміз солар. Мысалы көзге көрінетін, қолмен ұстай алатын нақты инвестицияны айтамыз. Ал енді біздің как раз таки жасайтынымыз ол қаржылық инвестициясы. Мысалы оған акция, опцион, фьючерс, форекс деген жатады. Біз оны көзімізбен көре аламыз ба? Жоқ, өкінішке орай біз оларды көзімізбен көре алмаймыз. Оның қалай өсіп жатқаны, қалай көбейіп жатқанын біз көре алмаймыз. Мысалы, малдың қалай туып жатқанын, егіннің қалай жайқалып шығып жатқанын, үйдің қалай салынып жатқанын біз нақты инвестиция салатын болсақ, көзімізбен көре аламыз. Барып, көріп, қадағалап тұра аламыз, иә. Ал жалпы қаржылық инвестициясында біз тек қана сандарды ғана көре аламыз, бірақ негізінде оның қалай өсіп жатқанын біз бақылап шынайы көзімізбен көре алмаймыз. Сондықтан да бұл қаржылық инвестициясына жатады. Оған мысалы акционерлік қоғамдарда немесе мемлекет шығарған акцияларда, облигация, құнды қағаздарда банктердің депозиттеріне салған өсімдері, мысалы солардың барлығын жатады. Как раз біздің жұмыс жасайтын алтынымыз, иә, түрлі түсті металдарымыз, немесе валюталық параларымыздың барлығы осы инвестиция акция түріне жатады. Сондықтан да сіздер түсінулеріңіз керек, біз қаржылық инвестициясы, яғни ақш-тың қор биржасында біз жұмыс жасаймыз. Сол жерден аламыз, сол жерден сатамыз. Мысалы, Қазақстанда обмен валюта бар, иә, МИД деген секілді, иә, түрлі бізде операцияларды жасайтын, яғни басқа ұлттың ақшасына айырбастайтын обменный пункттер өте көп. Сол жерге барасыз, сіз мысалы $100 керек, сіз $100 545-тен аласыз, бірақ қайтып керек емес деп қайтып апарып тастап сатайын десеңіз, сізге 545-тен олар ақшаңызды толықтай қайтармайды. Сіз 542, 41 деген сияқты бағаға қайтадан сатасыз. Яғни олар сізге алып сату мақсатында да не істейді? Екі жақтан ақша табады. Мысалы, олар сізге долларды сатса да пайда табады, долларды алса да пайда табады. Иә? Сол секілді біз олар шынайы көзбен көрінетін обменный пункттар болатын болса, ал біз тек қана онлайн форматтағы, яғни арнайы биржада ғана жасайтын, валюталық нарықта жұмыс жасайтын акционерлеріміз, яғни қаржылық инвесторларымыз. Сол секілді, МИК секілді біз, яғни бағаның өсуінен де, бағаның құлауынан да ақша таба алады екенбіз. Енді инвесторлардың негізгі түрлері екіге бөлінеді. Мысалы, ол біріншісі ұзақ уақыттық инвестор, мысалы жаңағы үйді алып, оны күту деген сияқты. Екіншісі, соның, яғни бірінші бағыттың екіншісінде position trading деп айтады. Ол мысалы белгілі бір бағытқа ғана салады, белгілі бір позицияға ғана салады. Мысалы, тек қана шаруашылыққа салатын инвесторлар бар, иә, малмен ғана айналысатындар бар, немесе тек қана үйлерді алып сататындар бар, машина алып сататындар бар, немесе отельдерге салатындар бар деген секілді белгілі бір позицияға ғана ақша салатындарды да оны инвестор деп айтамыз. Ал екінші түріне келетін болсақ, бағытына, олар күнбе күн, яғни
интрадей трейдер, олар біздер мысалы бүгінгі тапқан ақшамызды бүгін шығара аламыз деген сияқты, иә, күнделікті трейд жасап табысымызды шығаратындар олар біздер, яғни интрадей трейдер, күнбе күн сауда жасайтын трейдерларымыз. Екіншісі скальпинг трейдер. Скальпинг деген өте жылдам қозғалысты пайдаланып бірнеше штуктан ашып какой-то бір секундта ақша табуды скальпинг трейдер деп айтады. Үшінші түрі swing трейдинг. Swing трейдинг дегеніміз ол мысалы апталап, бір аптадан, ең кемі бір аптадан, мысалы сен дүйсенбі күні алтын өседі деп салдың, жұма күні апталық свеча жабылатын кезде мысалы 100 есеге $100 қозғалысқа, $200 қозғалысқа өсетін болса, сол бір аптадағы немесе бір айдағы немесе 3 айдағы ақшаңды күтіп шығарып алу, оны swing трейдер дейді. Жалпы swing трейдер болу үшін оған үлкен қаражат керек, баға өйткені сіз кірген нүктеден бірден өсе салмайды немесе бірден құлай салмайды, ол көтеріліп түсіп, яғни импульсті коррекционды қозғалыстардан сіздің ақшаңызды жұтып қоюы мүмкін. Сол себепті swing трейдер болам десеңіз, ол алдағы уақытта оған біраз қаражат, $10,000 ең азы көлемінде қаражат керек болады. Ал скальпинг трейдер ол өте профессионалды трейдерлар жасайды. Оған да сізге 1 жылдай, 2 жылдай уақыт керек болады. Ал ең бастысы біздің жұмыс жасайтынымыз олар сіздер, яғни интрадей трейдерлар. Күнделікті анализбен кіріп, 1-2 сағаттың ішінде табысыңызды тауып, ары қарай сол табысыңызды шығарып, рыноктан шығып кету. Осы трейдерларды, трейдингті жалпы инвесторлардың түрлерін айтады екенбіз. Енді сіздер инвестордың неше түрге бөлінетінін, жалпы біз кім екенімізді, инвестицияның не екенін нақты қарапайым тілмен түсіне алдыңыздар деген ойдамын. Келесі сабақта мен сіздерге трейдинг дегеніміз не және оны қалай жұмыс жасалады, сол сабаққа көшетін боламыз. Сау болыңыздар.